Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын қияр мен қызанақ қосылған қыстық салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен көкөністерді жақсылап жуып тазалап, осындай бөліктерге бөліп алдым. Барлығын кесіп дайындап алған соң қайнататын ыдысымызға саламыз. Қиярды осындай дөңгелек қылып кессеңіздер әдемі көрінеді. Осылайынан барлығын қызанақты да осылайынан төрт-бешті қылып турап, одан кейін болгар бұрышымызды қосып, ашты бұрышымызды және сарымсағымызды бәрін қосып араластырып қайнататын боламыз. Құрамына керекті заттарды төменге описание бөліміне жазып қоямын. Мен 2 қазанға бөліп қайнататын боламын, өйткені бір қазанға сыймады. Одан кейін татымына қарай тұз қосып, қант қосып және сұйық май қосып қайнататын боламын. Жасалу жолы өте оңай, өте жылдам салат. Үй жағдайында жасап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай. Одан кейін алдын ала банкілерімізді стерилдеп дайындап қоямыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Осылайынан көктерді қосып жасасаңыздар, дәмі ерекше болып шығады. Сосын бұл салатты көп қайнатудың қажеті жоқ. Кем дегенде 10-15 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Барлығын дайындап алған соң жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да видео рецепттерінің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Газге қоймай тұрып, осылайынан майын да құйып аламыз. Жасалуына бұл салаттың 1 сағат жеткілікті болады. Тек қиын жолы, қиын болып тұрғаны тек көкөністерімізді ашып, жуып тазалау ғана, турау ғана болып тұр. Газге қойып, осылайынан барлығын қайнатып аламыз. Одан кейін уксусымызды 5 минут бұрын құйып, стерилденген банкімізге құятын боламыз. Ешқандай атылмайды, уайымдамай жаба беріңіздер. Осылайынан барлығын жауып алып, суығанша бетін жауып қоятын боламыз, орап. Түсі де әдемі, дәмді болып шығады. Осылайынан түрі де, цветі де әдемі болып тұрады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.